Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамы жаппастай әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қысып тұрған майға ұсақтап туралған етті салып, бетін жауып 5 минуттай қуыратын боламыз. Одан соң оның үстіне пиязды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, тағы да 20 минуттай ұстайтын боламыз. 20 минутта еттің өзінің суы бөлініп, соғы, яғни шырыны бөлінеді, сонда ол өте дәмді болады. 20 минуттан соң оның үстіне ыстық суды құйып, етіміз толықтай піскенше бұқтыратын боламыз. Мен мына жерде картоп пен тәтті бұрышты дайындап қойдым. Тәтті бұрыш негізі маңызды емес. Қалауларыңызша сәбіз де қоссаңыздар болады. Енді біз қамырын жасайтын боламыз. Ол үшін біздің табамызға жылы суды құямыз. Оның үстіне 2 жұмыртқаны жарып, шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін оны қамыр болғанша илейміз ұнмен. Біздің қамырымыз дайын. Енді осының бетін жауып, 20 минутқа жылы жерге тынып тұруы үшін қойып қоямыз. Менде қамыр 20 минут жарты сағаттай тұрды. Енді мен осыны 16 бөлікке бөлемін. Негізі бөлуі де өз қалауыңызша, сіздің қазаныңыздың немесе табаңыздың диаметріне байланысты. Соған қарай біз қамырды жаямыз. Кесілген қамырларды осылай видеода көрсетілгендей етіп, қолымызбен дөңгелектеп шығамыз. Енді біз осы қамырлардың барлығын дөп-дөңгелек жұп-жұқа етіп жайып, арасына май жағып шығамыз. Майды осындай арнайы кондитерлік кеспен жаққан дұрыс. Сонда бір қалыпты біркелкі жағылады. Егер ол жоқ болса, кәдімгі қасықпен де жаға беруге болады. Енді біз бағанағы қуырылып жатқан етіміздің үстіне тәтті бұрышпенен картопты салып, оның үстіне су құямыз. Суды құйған кезде осы біздің картоптармен бірдей қылып құйған дұрыс, әйтпесе бұның суы көп болып кетеді. Су көп болғанын қаласаңыздар, әрине осылай құя беруге болады. Қақпағын жауып 5 минуттай қайнатып, одан соң үстіне қамырларды бір-бірлеп саламыз. Бәрін бірден салып жіберуге болмайды, әйтпесе біздің қамырларымыз жабысып қалады. Қамырлардың барлығын салып болғаннан кейін орташа отта 20-25 минуттай ұстаймыз. Оттың астын қатты да көтеруге болмайды, біздің қамырларымыз жабысып қалады. Орташа отта тұруы тиіс. Біздің тағамымыз дайын. Мен бұны осылай әсемдедім. Негізі салуы өзіңіздің қалауыңызша, бетіне қаймақ қосып, майонез қосып берсеңіздер де болады. Бірақ мен осылай қамырды 2 бүктеп, оның ортасына подлив қосып бердім. Барлық қамырды дәу табаға салып, ортасына барлық салмасын салып берсеңіздер де болады. Барлығы өз қалауыңызша. Бұл тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Тағам менің отбасыма, әсіресе жеңгелеріме өте қатты ұнады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар.